Қыздар, арман мақсатты қалай дұрыс жазу керек? Арманда ол бізге Алла тағаланың берген ең үлкен сыйы, иә? Ең бірінші кезекте мақсатқа жету жолында біз бірінші армандаймыз, көз алдымызға елестетеміз, сосын барып сол армандарымызды мақсатқа айналдырамыз. Мақсатқа айналғаннан кейін ол міндетті түрде орындалады, иә? Арманды қалай дұрыс жазу керек? Сіздер білсеңіздер, мен дәл осындай бақытты әйелдің күнделігін жарыққа шығарған болатынмын. Бұл күнделіктің ішінде мысалы өзіңнің арманыңды қалай жазуға болады, қалай шүкіршілік жазу керек, қалай мақсатыңды орындауға болады деген арнайы тақырыптар берілген. Жалпы арманды қалай жазамыз? Арман деген ол біздің болашақта орындалмаған, әлі мүлдем орындалмаған дүниені біз арман деп айтамыз. Көп адамдар армандауға қорқады. Сіздер мүлдем армандауға қорықпаңыздар дер едім. Неге десеңіздер, армандау деген ол Алла тағаланың бізге берген ең үлкен сыйы. Енді қараймыз, қалай армандаймыз? Армандау үшін ең бірінші кезекте сізге не қажет? Нақты соны біліп алыңыз. Яғни сізге рухани даму керек па, әлде ақшалай ақша керек па, үй керек па, көлік керек па, шетелге саяхат керек па, өміріңізді өзгерткіңіз келеді ме, балаңызды оқуға түсіргіңіз келеді ме? Соның барлығын ең бірінші кезекте тізіп жазасыз. Арманды жазған кезде мүлдем қорықпаңыздар. Мүлдем орындалмай қалса ше, болмай қалса ше деген ойдан аулақ болыңыздар да. Қолыңызға қағазды ручканы алыңыз да, ойыңызда қандай арман бар, соның барлығын қағазға тізіп жазыңыз. Және де армандаған кезде көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз мысалы қазір үйіңіз жоқ болса, пәтерде тұратын болсаңыз, 3 бөлмелі үй алғаныңызды, сол үйде тұрып жатқаныңызды, отбасыңызбен шетелге саяхаттап жатқаныңызды, көлік алғаныңызды, әке-шешеңізге сыйлық жасағаныңызды, әке-шешеңізді қажыға жібергеніңізде деген сияқты дүниелерді көз алдыңызға елестету керек. Көз алдыңызға елестету деген ол жалпы визуализация дейміз. Өшір. Ол өте күшті, көз алдыңа елестету. Тіпті армандауды адамдар былай жасайды. Мысалы, сізге бір көлік керек деп ойлайық. Сол көлікті алады да, дәл сол көлікті компьютерден шығарып аласыздар да үйлеріңізге іліп қоясыздар. Яғни оны әр көрген сайын сіздің көз алдыңызға елестетеді. Сіз сол көлікке отырғаныңызды, сол көлікті айдап жүргеніңізді елестету керексіз. Немесе қалтаңызда ешқандай ақша болмаса да, көлік алғыңыз келсе, қатты салондарға барып, сол көлікке отырып, соны сезініңіз. Міндетті түрде ол орындалады. Достар, мен өзім басымнан өткенде олшы отырып, сезініп, қалтамда ақшам болмаған кезде де отырып, сезініп, көлікке отырып, солай жасаған. Сосын көп өтпей, арадан 2 жыл өтіп көлік алдым. Сен арманды қазір қағазға жазсаң, дәл бүгін орындалады деген заң жоқ. Ешқашанда ол болашақта 5 жыл, 10 жылда, мүмкін 2 жыл, 3 жылда, мүмкін 1 айда орындалу әбден мүмкін. Бірақ сол армандау керек, және сол арманға сену керек. Армандап болғаннан кейін нақты түрде мақсат қою керек. Мақсатты нақты күні, айы, жылы белгілі болу керек. Мысалы, мен осы жылы қараша айында 3 бөлмелі үй алдым. Осынша сумада жаңағы ақша жинадым. Мысалы, Instagram парақшаны жүргізетін болсаңыз, қазір 3000 оқырман болса, осы 3 айдан кейін 10.000 оқырманға жетем деген сияқты нақты цел қою керек. Нақты мақсат қойған адам ол соған қарай іс-әрекеттер жасау керек. Арманда қағазға жазып, диванда жата беруге болмайды. Армандағаннан кейін соған сай іс-әрекеттер не істеу керек, жасау керек. Бірақ мен сіздерге айтамын, қандай да бір дүниені қаласаңыз, оны міндетті түрде қағазға жазыңыз. Неге? Себебі ойша сақталған дүниелер ол ұмыт болады. Сіз оны армандап, оны мақсат қойып қағазға жазсаңыз, ол не болады? Ол міндетті түрде орындалады. Және де менің керемет бір техникаларымның бірі күнде үздіксіз шүкіршілік жазу. Ол шүкіршілік жазу, ол менің жүрегіме имандылық оятады. Және де мысалы күнделікті өмірде неше түрлі күйбең тірлікпен неше түрлі дүниелерге кездесіп жатасың. Шүкіршілік жазу ол сенің Аллаға деген бір табан жақындайсың. Және де дәл қазіргі өміріңе қолыңда ақшаң болмаса да, дүние, байлық, атақ болмаса да шүкіршілік етуді, яғни барға қанағат жасау. Сен қаншалықты көп шүкіршілік еткен сайын, қаншалықты көп шүкіршілік жазған сайын, сенде жаңағы жүрегіңде тыныштық орнайды. Мен осы шүкіршілік жазу арқылы жүрегімде тыныштық орнады. Бұрын қолымда қанша көлемде ақша болса да, қанша табыс тауып жатсам да, отбасым бақытты болса да, отбасымда жейтін асым болса да, менің жүрегім тыныш болмайтын. Не бірдеңені қалап тұратынмын. Жетпей жатқан сияқты алсам, алғым келе беретін. Бірақ осы шүкіршілік жазу мен өмірімді 100% жақсы жаққа өзгертті. Сондықтан да міндетті түрде күнделікті ауызбен шүкір деп айтпай, оны міндетті түрде қағазға жазуды айткен алдырыңыздар. Бүгін осы тақырып бойынша қысқаша айттым. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі жолы мен сіздерге нақты мақсат қою жайлы тақырыптарда сабақ айтатын боламын.